Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге кепілсіз 6%-ық несие бойынша түсіндіретін боламын. Менің ақпаратым пайдалы болса, каналыма подписация етуді ұмытпаймыз. Яғни, ұлттық жоба арқылы мемлекеттік бағдарлама, ұлттық жоба 2021-2025 жылдарға арналған жоба ішінде сіздерге кепілсіз несие қарастырылған. Олардың мақсаты шағын және микро кәсіпкерлік субъектілеріне арналған, яғни жұмыс жасап тұрған кәсіпкерлер ала алады. Салалық шектеу жоқ. Микроқаржы ұйымдарынан және екінші деңгейлі банктерден алуға болады. Ол банктердің тізімдері міне: бағдарламаға қатысушы банктер: Сбербанк, Халықбанк, Центркредит, Нұрбанк, Исламбанк, Экоцентрбанк, Банк РБК, БТБ, Жусан, Евразийский микроқаржы ұйымы, РЫС, тағы басқа да осы жерде көрсетілген банктер қатысушысы бола алады. Пайыздық ставкасы Қазақстан Республикасының базалық мөлшерлемесі 7% болса, кәсіпкер тек 6%-ын ғана төлейтін болады. Оның айырмасын мемлекет субсидиялайтын болады. Кәсіпкер үшін тек 6%-бен. Сомасы инвестициялық мақсатқа 20 миллион теңгеден берілсе, ал айналым қаражатын толықтыруға 5 миллион теңгеге дейін беріледі. Инвестициялық мақсат дегеніміз ол құрал жабдықтар, тағы басқа да негізгі құрал жабдықтар алуға беріледі. Ал айналым қаражаты бұл шикізат, материалдар, сіздің бизнесіңізді дамыту үшін береді, 5 миллион теңгеге дейін. Және субсидиялау мерзімі 3 жылдан аспайды. Жаңағы пайыздық сыйақыны даму қоры субсидиялап береді сізге. Сіз тек 6%-бен төлейтін боласыз. Мысалы, мына Банк Центркредитті қарастырсақ. Банк Центркредит салалық шектеу жоқ, 3 жылға дейін. Мінекей барлығы жазылып қойылған. Бағдарламаның атауы, инвестициялық айналым қаражаты барлығы қарастырылып, мұнда жазылған. Сонымен қатар, сіздер тек банк бөлімшесіне ғана барып өтініш тастай аласыздар бұл несиені алу үшін. Яғни сіз ЭЦП кілтіңізді алып барасыз, жеке куәлігіңізді, жеке кәсіпкерлік ретінде тіркелген құжатыңызды, яғни талоныңызды немесе куәлігіңізді алып баратын боласыз. Сонымен қатар, соңғы 12 айдағы декларация бойынша салық берген хабарламаңызды да қоса алып баратын боласыз. Себебі осы декларациядағы табысқа қарап сізге несие ұсынатын болады. Несиенің мөлшері де осы декларацияға байланысты болады. Егер сұрақтар туындаған жағдайда, сіз Түркістан облысына қарасты кәсіпкер болатын болсаңыз, кәсіпкерлер қызмет көрсету орталығының аудандық бөлімшелеріне жүгінсеңіз, сізге осы сұрақтар бойынша жауап беретін болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Сонымен қатар, менің каналыма подписация етуді ұмытпаймыз.